Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін ерекше бір торттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл бізде қазіргі хит болып жатқан бенто торт. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші құрғақ, майсыз ыдысқа 2 дана жұмыртқамызды шағып аламыз. Шым-шым тұз қосып, 2 минуттай миксерлеп аламыз. Ал енді шекерімізді қосып, аппақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Қаласаңыз, ванильный сахардан 1 шай қасық қосып жасасаңыздар болады. Ол ерекше бір иіс беріп тұрады. Бізді бенто тортқа разрыхитель қоспағандықтан барынша жұмыртқаны аппақ көбік болғанша 2-3 есе үлкейгенше миксерлейтін боламыз. Миксердің күші жақсы болу керек. Сол себептен барынша ұзағырақ миксерлеп аппақ көбік жасап аламыз. Міне біздің жұмыртқамыз 3 есе ұлғайып, үлкен аппақ көбік болып шықты. Енді ұнымызды 2 бөліп қосамыз. 60 грамм ұнды 2 бөліп қосамыз. Оны міндетті түрде ситодан өткізіп қосыңыздар. Бірінші 30 граммын қосып, кейін силиконовый лопаткамен төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз. Келесі қалған ұнымызды да қосып, силиконовый лопаткамен төменнен жоғары қарай жақсылап араластырып аламыз. Егер де қаласаңыз, шай қасықтың ұшымен разрыхитель қосып жасасаңыз болады. Мен разрыхитель қоспай-ақ, пирогтың өзі биік болып шығады, сол себептен қоспаймын. Дәл осы рецептпен 2 дана бенто торт шығады. Кейін фольгамен дәл осылай форма жасап алдым. Бенто торттың контейнеріне қарай есептеп. Ал енді бисквитімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Ортасын ағаш таяқшамен тексеруді ұмытпаңыздар. Ал енді кремін дайындауға кірісейік. 33% сливкиімізді 3-4 минутта жақсылап миксерлеп аламыз. Ал енді сахарная пудра, 20% қаймақ және 1 шай қасық загуститель қосып, жақсылап қоюланғанша миксерлеп аламыз. Ал егер де сіздерде творожный сыр болса, загуститель қосудың керегі жоқ. Менде қаймақ болғандықтан осыны қолданамын. Бұның өзі де әдемі крем болып шығады, бағасы да қолжетімді. Креміміз дайын болды. Енді краскамен қалай жұмыс жасау керегін көрсететін боламын. Кішкентай ыдысқа кішкене крем және краска құйып аламыз. Сүт немесе судан 1 шай қасықтан 1-2 тамшы қосып жақсылап араластырып аласыз. Ал енді бисквитімізді бөліктерге бөліп аламыз. Кейін бисквитті бенто торттың контейнеріне салып, өлшеп алатын боламыз. Яғни төбесіне тиіп тұрма, тиіп тұрған жоқ па деген сияқты. Ал енді тортымызды жинастырайық. Бисквитімізді сүтпен немесе сироппен жақсылап пропитка жасаймыз. Бенто торттың екінші бисквитін қойған кезде де қасына контейнерді қойып өлшеп көріңіздер. Егер де контейнердің төбесіне жететіндей болса, бізге ол кедергі жасайды. Сол себептен өлшеп алғандарыңыз өздеріңізге пайдалы. Бенто торт кішкентай болғандықтан біз черновая обтяжка жасамаймыз, сразу
яғни кремді жағып барлығын тегіс істейтін боламыз, себебі бұл өте кішкентай торт болғандықтан жұмыс жасауда ыңғайлы. Тортымызға жазуды ақ түсті креммен жазып алып 10 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Тортымыз сәл салқындағаннан кейін барып түрлі түсті креммен жұмыс жасайтын боламыз. Дәл осы әдіспен жасасаңыздар, сіздердің түрлі түсті кремдеріңіз жан-жаққа шашырап немесе жайылып кетпейді, өз формасын жақсы ұстап тұрады. Себебі астыңғы торт салқын болғандықтан жазған жазуыңыз сол сәтте қатып үлгеретін болады. Тортымыздың бетіне жазуды жазып болғаннан кейін контейнеріне салып, оның қақпағын жауып, бір тексеріп алыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, мендегі қақпағы тап-таза, ешқандай жазуы торттың шеті тиіп кеткен жоқ. Ал бүгінгі видеом сіздерге ұнап жатса, лайк қойып, пікіріңіз болса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецептермен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.